Армысыз YouTube көрермен. Құрқылтайдың ұясы және оның емдік қасиеттері. Біз қазақ ауырғанда шипаны ең алдымен Алладан сұраймыз ғой. Ал Алла тағала бізге ем ретінде осындай керемет жаратылысты сыйлаған. Соның бірі осы құстың ұясы. Кішкентай ғана көзге көрінер, көрінбес осы құс ұясының өте керемет емдік қасиеті бар екен, біреу білсе, біреу білмейді. Мен бұл жайлы айта қалсам, құрқылтай деген не деп сұрайтындар да бар. Сондықтан ол жайлы толығырақ түсіндіре кетуді жөн көрдім. Құрқылтай бұл қасиетті де киелі құс. Құрқылтайдың ұясы 80 түрлі ауруға ем. Радикулит, цистит, қуықтағы грыжа, сүйек сырқырауы, буынның сырқырап қақсауы, тамырлардың сінуі, бүйрек аурулары, ревматизм, жыныс жолдарының суықтауы, жатырдағы түрлі аурулар, простатит, аденома, бедеулік, белсіздік, құрсақ көтермеу сияқты көптеген ауруларға ем. Және де бұл емді кез келген адам үй жағдайында қолдана алады. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек ұяның бұлауына кешке жатар алдында түскен жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға, суық тигізуге болмайды. Ем 10 немесе 15 күнге дейін жалғасады. Міне осы 15 күнге осы құстың бір ұясы жетеді. Ем қалай жасалады? Оны кәдімгі құрғап, кеуіп тұрған адыраспанмен араластырып қолдануға болады. Түтетіп, қымтанып, соның буына отырасыз. Бұл бұлаудың бір түрі. Ол сырт көзге күлкілі көрінуі мүмкін. Алайда 3-4 күннен соң шынында да шипалық әсері бар екеніне көзіңіз жететін болады. Кейде тіпті бір қолданғаннан кейін-ақ пайдасын көресіз. Ендігі бір айтарым, ем екен деп құрқылтайдың ұясын кез келген уақытта алуға болмайды. Ұяны балапаны қанат қағып, ұшып кетіп, ұясы бос қалғанда ғана алуға болады. Әйтпесе келі құстың кейісі ұрады. Мен бала күнімде еститінмін. Кезінде Қытайда осы құстың өзімен бір ғана ұясын 5 тонна күрішке бағалаған деседі. Неге күріш дейтін шығарсыз? Өйткені бұрын қазақ сауданы етпен, малмен бағаласа, Қытай күрішпен бағалаған. Қытайдан келген қандастарымыз болса білетін шығар. Қателеспесем, бұл құстың қытайша атауы юнбао болса керек. Юнгбао болуы да мүмкін. Менің оған нақты дәлелім жоқ, бірақ естіген емдік қасиеттеріне қарап, тап сол юнбао деп ойлап отырмын. Бұл жағын Қытайдан келген қандастарыма қалдырайын. Анық-қанығын солар айта жатар. Ал мен осы құстың ұясы жайлы бала кезден естіп, көріп келе жатқан өзім нақты білетін аздаған мәліметімді көпшілікпен бөлісейін. Ұя негізі шөп пен жібектен тұрады. Құс оны ауыз сілекеймен мықтап өре тоқиды. Кәдімгі әжелердің баласына шұлық тоқығандай шеберліктерсіз. Егер қолыңызға ұстап, жақсылап қарасаңыз, асқан шеберлікпен тоқылған, кішкене тесігі бар себет қапшықты елестетеді. Құрқылтай ұяны кем дегенде 7 метр биіктікте ағаш басына салады. Жерден қарағанда бұл кәдімгі себет қапшықты ағаш бұтағына ілдіріп қойғандай көрінеді. Алайда қанша күшті жел, нөсер жауын, боран болса да, ұя сол қалпы тұра береді. Үзіліп жерге түспейді. Не желмен ұшып жоғалып кетпейді. Өйткені ұясын тоқығанда жібекті ағаштың бұтағына мықтап байлап тастайды. Ұяның негізгі емдік пайдасы құрқылтайдың ауыз сілекейінде. Тағы да айта кететін жайт, құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдайды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден ұрлап алады. Жібектен басқа матадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Міне сол үшін болса керек, ұясын адамдарға пайдалануға қалдырады дейді. Адамзаттың арқасында ұя соғып, балапан ұшқан соң сол ұяны сол адамзатқа емге тастап кетеді. Құрқылтайдың ұясымен емделу үшін емші іздеп әуре болудан қажеті жоқ. Оны қалаған адам өзі-ақ жасай алады. Емдік қасиеті бар шөптерден іріктеп, әрі сілекеймен өрле тоқылған ұя жібек сияқты болады. Оның біреуін бірнеше емге пайдалана аласыз. Цистит кезінде немесе бала шыжың болса, ересектерде де зәрдің шықпауы немесе жем азалауында, қуыққа тас байланса, қуық қабынса, ұядан азырақ бөліп алып, түтіп, шұбырлау темір ыдысқа саласыз да, оған азырақ қана адыраспан қосасыз. Оны адыраспанды түтеткендей түтету керек. Қыз-келіншектер ұзын етек көйлек, ал ер адамдар белінен төмен жамылғы орап алып, сол түтін басылғанша үстінде отырады. Оған ары кеткенде 10-15 минут қана уақыт кетеді. Сосын жылы киініп алу шарт. 2-3 рет жасаса жеткілікті.
тап осы амал әйелдердегі суықтау, жатырдағы басқа да ауруларды, бедеулікті, ер азаматтардағы импотенция, простатитте, бел омыртқасындағы грыжаға да шипа. Тізеде, буындарда, тіпті желкеде тұз болса, сарысу жиналу, аяқ буындары сіну, сүйектің қақсауында жаңа орылған бидайды сабағымен алып, құрқылтайдың ұясының аз ғана бөлігімен суға қайнатып, айналасын қымтап, сол қоймалжыңға тізерлеп отырады. Оны азырақ мөлшерде жасап, қалыңдау матаға салып, екі тізеге, желкеге таңып қоюға да болады. Қаны қою, ұйып қала беретін адамдарға радикулит, остеохондрозда да осы амал ем. Міне, құрылтай ұясының осындай ерекше қасиеті бар екен. Мұны да біле жүргеніміз жөн. Дегенмен, ем екен деп, қасиетті құстың ұясын балапандары қанаттанбаған кезде алып, оның көбеюіне зиян тигізбеу жағында ұмытпағанымыз жөн. Қай нәрсенің де обалы, кесі болатын естен шығармайық. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздейік.